Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы қазақ әдебиетін насихаттауға арналған «Қазағымның әдебиеті» атты ауқымды жобаны қолға алды. Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде әдеби сазды кеш талантымен табындырған қаламгерлер тақырыбында өтті. Кешке шақырылған қонақтар Тарбағатай ауданының тумасы, ақын, Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы Әрімбек Мәселұлы. Қатонқарағай ауданының тумасы, журналист, ақын, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Әлібек Қаңтарбаев. Абай ауданының тумасы, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Қалқаман Сарин. Кездесу екі бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімде алдымен көрермендерге қонақтардың өмірі мен шығармашылығы туралы бейне роликтер көрсетілді. Мұнан соң оқушылар осы адамдар авторы болып табылатын ән айтып, өлең мен шығармадан үзінді оқыды. Бәр есімде балғымыр бала кездің, арман қудым, ат мүндім, дала кездің. Қазыналым, қымбатсың маған мәңгі, қара шығы секілді, қара көздің. Екінші бөлімде қонақтар мен көрермендер арасында тікелей сұхбат болды. Оқушылар қонақтардың шығармашылығы туралы ғана емес, олардың қызметі туралы да сұрақтар қойды. Көрермендерге Әлібек Қаңтарбаевтың өзі жеке таныс болған Оралхан Бөкей туралы әңгімесін тыңдау өте қызықты болды. Көктемде бүгін күн күркіреді ғой біріншіден. Күн күркіреген алғашқы көктемнің алғашқы қоңырауы сияқты болып балаларға сөйтіп көрінетін. Мұқтырманың тау өзенінің тастай суына барып түсеміз. Оралхан бар арамызда бәріміз. Құдай-ау, сол кезде шал болмайтын шығармыз деді. Басы да жоқ, аяғы да жоқ дүние. Кейін ойлап қарасам, мына ақынның да, жазушының да аузына Алла сөз салады дейді. Сөз салады дейді. Сол кезде Оралхан сол кездің өзінде, бала кезінің өзінде өзінің шал болмайтын түйсінген екен. Шал болған жоқ. Әрімбек Масалов вокалистеріміздің қолтаңбасына айналған Қазақстан қазақ елі әнінің жазылу тарихына тоқталды. Дәл осы әнмен Өскемен қаласы НС мектебінің вокалдық эстрадалық тобы республикалық байқауларда бірнеше рет жүлделі орындарға ие болған. Қалқаман Сариннен замандас ақындардың шығармашылығына баға беруді сұрады. Бұған ақын поэзия сан қырлы, кез келген өнер түрі сияқты заман ағымына сай дамуы керек, ал әр шығарманың өз оқырманы бар деп жауап берді. Бұл кездесу НС жүйесіндегі барлық жобалардың ашыла түсуіне ықпал етіп, мектеп қауымдастығының кітап оқуға деген қызығушылығын арттырары анық.